Израиль билігі ақшпен бірлесе отырып газалықтарды үшінші елдерге көшіруге ниетті. Оның арты не нәрсеге апаруы мүмкін, талқылап көрейік. Дүйсенбіде Трамппен өткен кездесуінде Нетаньяху газалықтарды көшіріп, оларға жақсы болашақ ұсыналатын өзге елдермен келіссөз жүріп жатыр деді. Трамп болса мұндай радикал көзқарасын биылғы ақпанда айтып қалған. Сол кезде ол ақш газаны өз бақылауына алып, ол жақта таяу шығыс ривьерасын саламыз деген. Алайда Иран мен Израильдің 12 күндік соғысы бұл идеяны туралатып қойған. Ал енді ешқандай кедергі жоқ, идея жалғасатын түрі бар. Дәл қазіргі Хамас пен Израиль бітім орнату бойынша келіссөз жүргізіп жатқан сәтте Вашингтонның ресми бағыты өзгеріп отыр. Мәселен, ондаған жыл бойында ақш батыс жағалауы мен Газа секторында Палестина мемлекетін құруды қолдап келген еді. Алайда ақпаннан бастап бұл риторика өзгере бастады. Бұл шешімге Нетаньяхудың мына сөзі себеп сияқты: палестиналықтар қаламын десе қала алады, ал кетемін десе мүмкіндігі болуы керек. Осы сөзді айтқан ол Израиль дәл қазіргі уақытта ақш пен кеңесе отырып газалықтарды қай елдер қабылдай алатынын талқылап жатырмыз дейді. Оның сөзінше, тіпті сол елдер табылып та қойған, әзірше белгісіз. Нетаньяхудың сөзінше, палестиналықтар өзін басқара алатын күшке ие болуы керек, алайда бұл күш Израильға қауіп болмауы керек. Ал бұл дегеніміз егемендік кілті Израильде болады деген сөз. Ал басқалардың бұл толыққанды мемлекетшілдік емес қой деген сөзіне ол қолымызды бір сілтейміз деп отыр. Жалпы Трамптың таяу шығыста ривьера салу идеясы газалықтарға да, құқық қорғау ұйымдарына да ұнамаған. Бұл идеясы тіпті этникалық тазарту деп аталады. Тарихтағы босқын көшіру оқиғалары қалай аяқталған еді, шолып көрейік. Мысалы, палестиналық босқындар Иорданияға көшіп барып, ол жақтан Израильге шабуыл жасаған еді. Бұл Иордания билігінің егемендігіне қауіп төндіріп, артынша қара қыркүйек аталып кеткен қантөгіс болған. Одан кейін босқындар Ливанға көшірілген. Ал 1960 жылдардан бастап көптеген газалық Кувейтке жұмыс істеуге көшкен. 90 жылға дейін 350 мыңнан астам палестиналық Кувейтте тұрды. Алайда 1990 жылы Ирак Кувейтке басып кіргенде палестиналықтардың көпшілігі қолдаусыз қалып, кейін қуылып кетті. Себебі палестиналықтардың сол кездегі басшысы Ясир Арафат сол басып кірген Саддам Хусейнді қолдаған. Видео ұнаса, лайк басып арнаға жазыла кетіңіз.